Деструктивті идеология дегеніміз бүлдіргіштік, залал тигізу деген сондай мағыналары бар сөз болып табылады. Енді мен маман ретінде, республика азаматы ретінде жауап беретін болсам, деструктивті діни ағымдар біздің қоғамға беретін әсері және оны қалай түсінеміз десек, ол ұлттық құндылықтарға, қоғамның бірлігіне, қоғамның тұрақтылығына, қоғамның қауіпсіздігіне және де мемлекеттік заңнамалармен қатар ұлттық құндылықтарымызға зиян тигізетін сондай бір көзқарастар жүйесі деп айтар едім. Оның жастарды радикаландыруына және де қоғамның бірлігі мен тұтастығына зияны өте зор болып табылады. Әлеуметтік желілер қазіргі таңда біздердің дүниетанымыздағы өте белсене қолданатын құралдарымыздың ішінде. Және де әлеуметтік желілерде түрлі пайдалы мәліметтер, түрлі пайдалы контенттер, және де сонымен қатар жалған мәліметтер менен радикалдық түрлі насихаттау үлгілері жүргізілуде. Енді менің айтатыным, осынау мәліметтерді адам баласы өзіндік сыни көзқарасынан, сыни фильтрден өткізе алып, және де өзіне қабылдау керек болған жағдайда ресми әрі білікті ұстаздарға, бірлікті мамандарға сүйенуі дұрыс деген ойдамын.